Армысыз құрметті телекөрермен, Атырау арнасында қорытынды жаңалықтары, студияда Серік Жексенбайұлы, сурдаудармада Динара Әрқан. Сот шешімімен Қазақ ұлттық университетінің меншігіне 2 жер учаскесі қайтарылды. Бұл туралы мемлекет басшысының қабылдауында болған ректор Жансейіт Түймебаев айтты. Ол оқу орнын дамытудың жаңа бағыттары туралы баяндады. Бүгінде университетте 24 мыңнан астам студент, соның ішінде әлемнің 54 елінен 2800 шетелдік азамат білім алады. Былтыр әлемнің жетекші университеттерімен 30-дан астам келісімшарт жасалған. Президент жоғары оқу орнының халықаралық мәртебесін нығайтып, ғылыми зерттеу жұмыстарын күшейту қажет екенін айтты. Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымының серіктестік орнатқанына биыл 30 жыл. Бүгін Астанада осы ұйымның 2025 жылға дейінгі тұрақты даму ынтымақтастығына арналған жиын өтті. Шараға сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Қайрат Омаров пен ұйымның Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі Микаэла Фрейберг Стори қатысты. Олар ынтымақтастықты нығайту жолдарын талқылап, пікір алмасты. Қазақстанда негіздемелік шеңберін жүзеге асыру барысындағы негізгі нәтижелерді таныстырып, 2023 жылға арналған мақсаттарды белгіледі. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанда соңғы 30 жылда үлкен жұмыс атқарды, және біз елдің дамуына қосқан үлесімізді мақтан тұтамыз. Алдағы жылдарда біз басқару мен заң үстемдігін нығайту, тұрақты экономикалық өсуге жәрдемдесу, адам әлеуетін нығайту, гендерлік теңдік пен әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту және климаттың өзгеруі мәселелерін шешуді қоса алғанда бірнеше негізгі бағыттарға назар аударамыз. Күшті біріктіріп, Қазақстан халқының жарқын болашағын құра аламыз деп сенеміз. Экология және табиғи ресурстар министрлігі мен депутаттардың алдында жаңа су кодексін әзірлеу міндеті тұр. Бұл туралы бүгін парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев айтты. Бүгінде сумен қамтамасыз ету мәселесі орталық Азия. Оның ішінде біздің еліміз үшін өте өзекті. Қазақстанның бірқатар өңірінде су тапшылығы айтарлықтай сезіледі. Сондай-ақ ұлттық экономика, ауыл шаруашылығы және өнеркәсіптік кешенінің дамуы да көбіне елдің сумен қамтамасыз етілуімен байланысты. Сенат төрағасы әсіресе іргелес мемлекеттермен су бөлудің және трансшекаралық өзендерді бірлесіп пайдаланудың маңызына назар аударды. Президентом страны Касым-Жомарт Кемеловичем Токаевым Мемлекет басшысы су қауіпсіздігіне байланысты мәселелерді шешу үшін су кодексінің жаңа жобасын әзірлеуді тапсырды. Қазір қолданыстағы су кодексі 2003 жылы қабылданған. Содан бері оған 70-тен астам өзгеріс енгізілді. Бұл құжатта су ең алдымен өндіріс факторы ретінде қарастырылады. Ал суды үнемдеу, суды үнемді пайдалануды ынталандыру мәселелері ескерілмеген. Сондықтан қазір экология және табиғи ресурстар министрлігі мен депутаттардың алдында жаңа су кодексін әзірлеу міндеті тұр. Ол құжатқа су саясатына қатысты жаңа заманауи тәсілдер ұсынылуға тиіс. Жаппай тәртіпсіздікке шақырғандарға енді жаза қатаңдайды. Интернет арқылы үндеу салғандар да заң алдында жауап береді. Бүгін Сенатта арнайы құжат мақұлданды. Заң жобасына сәйкес аталған бап бойынша сотталғандардың мерзімнен бұрын босап шығу мүмкіндігі болмайды. Сенат отырысынан тілшіміз тарқатады. Бүгінгі мына қоғам, халықтың талабы, сұранысы бүгінгі. Жаппай тәртіпсіздік туралы заңның қатаңдау себебін министр осылай түсіндірді. Бұрынғы бапқа өзгерістер енгізіліп, жаза мерзімі 2 жылға ұзарды. Сонымен қатар интернет арқылы тәртіпсіздікке шақырғандар да заң алдында жауап береді. Бұрын бұл норма болмаған. Бейбіт митинг пен жаппай тәртіпсіздік заңы бір-біріне қарама-қайшы емес, екеуі екі түрлі ұғым деді министр. Барып қиратайық, бұзайық, жағайық деген кезде соларға ғана егер мынау жалпы интернет басқа ресурс арқылы таратылатын болса, жауаптылық көзделіп отыр. Ішкі істер министрлігі ұсынған өзгерістер пакетінде азаптау туралы бап та бар. Құзыретін пайдаланғандардың да жазасы қатаңдайды. Ол енді аса ауыр қылмыс түріне ауысты. Ешбір амнистияға жатпайды. Сонымен қатар заңға алғаш рет қатыгез әрекеттер түсінігі енгізілді. Сенат төрағасы өкінішке қарай осындай істердің көпшілігі сотқа дейін жетпей қалатынын айтты. жалоб на действия правоохранительных органов. Құқық қорғау органдарының әрекеттеріне кейбір қызметкерлердің зорлық-зомбылығына қатысты көптеген шағым түсетінін айта кету керек. Сенатқа да осындай шағымдар келіп жатыр. Бірақ тәжірибе көрсетіп отырғандай, мұндай істердің басым көпшілігі сотқа жетпейді. Өйткені зорлық-зомбылық, азаптау және басқа да фактілерді дәлелдеу, анықтау өте қиын. Заңдар тек күшейтіп жатқан жоқ, гуманизм аясындағы түзетулер де бар. Мәселен, жазасын түрмеде өтеп жатқан әйелдерге 4 жасқа дейін балаларын қасында қалдыруға рұқсат етілмек. Елімізде мұндай мекеменің саны біреу ғана. Ол жерде 29 ана мен бала бар.
Ауыл партиясы сайлауалды үгіт насихат жұмыстарын Ақтөбе облысында жалғастырды. Кандидаттар елді мекендерді аралап, жергілікті халықпен кездесті. Саяси ұйымның негізгі тұғырнамасын түсіндірді. Алыс ауылдардың тыныс тіршілігімен танысты. Одан кейін Қобыланды батыр мәңгі тыныстап жатқан Қобда ауданына барды. Ары қарай Әлия ауылына соғып, мәдениет үйінде жиналыс өткізді. Ақтөбе қаласының іргесінде орналасқан ауыл шаруашылығы кооперативінің жұмысын көрді. Бұл еліміз үшін үлкен науқан. Бұл үлкен науқанға Әлия ауылының тұрғындары да үлкен дайындық жүргізіп жатыр. Хабарым жалғастырамыз. Кәсіптік бағдар болашағында таңда және басқа жобасының 3-ші маусымы басталды. Жоба аясында мектеп оқушыларына болашақ мамандық таңдау жолында қызмет ететін профориентолог мамандар дайындау тренингтер өтеді. Бағдарламаның мақсаты қабілеттері мен бейімділіктерін анықтай отырып, кәсіби бағдарлауға қажетті жүйелі білім мен құзыреттілігі бар мамандар дайындау. Толығырақ бейнематериалда. Оқыту әртүрлі форматтарда өтеді. Соның ішінде офлайн кездесулер, онлайн вебинарлар мен тікелей эфирдегі практикумдер, кіші топтарда және тұтынушымен жұмыс істеу қорытынды жұмыс. Жобаға мемлекеттік білім беру саласының мамандары, мектеп ұстаздары мен педагогика және психология бағытында білім алып жатқан университет студенттері қатысуда. Жүйелі бағдарлама бұл жерде тек қана кәсіптік бағдар алып қана қоймай, олар сол кәсіптік бағдар беретін тесттен өтіп, тест нәтижелері бойынша консультация алады профориентологтардан, кәсіптік бағдар беретін мамандардан. Және де шығарма мастер-класстар, экскурсиялар болды оқушыларға, әдейі арналған тренингтер өтті. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, бұл жерде тек қана оқушылармен емес, және де ата-аналармен де бірге жұмыс жасалады. Жоба Атырау облысының білім беру басқармасының қолдауымен жүзеге асуда. Сонымен қатар 14 пен 17 жас аралығындағы 500 оқушы кәсіптік бағдар беру, шеберлік сағаты сынды тренингтерден өтеді. TCO over these years has been striving to support the well-being of the community here. Бұл жобаның алдыңғы 2 кезеңінде жақсы мамандар шыңдалып шықты. Мұндай шаралар өңірімізде керек ақ. Сондықтан алдағы уақытта да жалғасын табады. 2021 жылдан бері жоба бойынша 800 оқушыға кәсіптік бағдар берілген. Жоба наурыз айында қайта басталып, қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі. Облыста биыл егістік көлемі 10 мың гектардан асады. Оның 4 мыңға жуығы мал азығы, қалғанына көкөніс, бақша дақылдары егіледі. Сонымен қатар 2 мың гектарға картоп егілмек. Суды үнемдеу технологиясын пайдалана отырып, өсіретін егістік алқабын 4770 гектарға дейін ұлғайту жоспарлануда. Жалпы биылғы дала жұмыстарына 780 техника тартылады. Көктемгі дала жұмыстарына ауыл шаруашылығы құрылымдар бойынша 780 техника қатысады деп күтілуде. 800 тонна жеңілдетілген дизель отынына бөлінді. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілер мен науқаны науқаны байланысты қажетті минералдық қайыншылар өтімдері жинақталып, жеткізушілермен келісімшарт жасақталуда. Облыста шаруашылық құрылымдар бойынша 800 тонна минералдық қайыншылар сатып алыну жоспарлануда. Көктемнің алғашқы айы наурыз биыл жаңбырсыз болмақ, дегенмен бола қалған жағдайда жауын шашын мөлшері нормадан аспау мүмкін. Яғни 12-18 мм. Синоптик мамандардың айтуынша жеңіл киінуге асықпау керек. Өйткені айдың 2-ші 10 күндігінде 5 градус аязға дейін төмендеуі мүмкін. Ал облыстың шығыс бөлігінде ауа температурасының салқындығы 1-2 градусқа дейін сезіледі. Наурыз айында жауын шашын мөлшері нормаға жақын болады деп күтілуде. Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы 0,5 жылдан 0,5 аязға дейін төмендейді. Содан кейін 2 аяздан 3 жылға дейін көтеріледі. Күндіз ауа температурасы 8-13, облыстың оңтүстігінде 16 жылдан 3-8, облыстың оңтүстігінде 11 жылға дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында 10-15, облыстың оңтүстігінде 18 жылға дейін көтеріледі. Тұман 2-ші және 3-ші онкүндіктің басында, шаңды дауыл айдың соңында болады деп болжануда. Биыл Құрманғазы мәдениет үйінің алдындағы 3 кербез атты сәулет нысаны қайта жаңғыртылады. Бұл ретте бюджеттен 53 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді.
Атыраулықтардың пікірінше мәдениет үйінің алдындағы бақпақ су бұрқағының жобасымен үш кербез мүсіні бір-бірімен мүлдем үйлеспейді. Осыны ескерген қала билігі түзету енгізілу керек деген шешімге келген. Осыған дейін жіберілген эстетикалық сипаттағы кемшіліктер толығымен түзетілетін болады. Бірақ үш кербез мүсіні су бұрқақтың ортасына бұрынғыша қалады. Құрылыс монтаждау жұмыстары жақын күндері басталады. Облыстық білім беру басқармасының Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы ағымдағы жылы 200-ге жоқ іс-шара өткізуді жоспарлауда. Бұқаралық спортты дамытудың негізгі бағытының бірі ол мектеп спорты. Осы ретте ұлттық мектеп лигасын ұйымдастырудың нәтижесінде жасөспірімдер спортының дамуы ерекше. Өткен жылы мектеп оқушылары арасында спорттың 12 түрінен дода өтті. Бұл сайыс ұлттық мектеп лигасы оқушылардың мектепшілік кезеңін республикалық кезеңге дейін қатысуына мүмкіндік береді. 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі аудан көлемін қамтыған бұл жарыс жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді дейді дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Қангелді Байтілеу. Ұлттық мектеп лигасы ол Қазақстан бойынша үлкен жоба. Әрбір мектептің ішінен іріктеліп оқушылар командасы іріктеліп, ол қалалық аудандық кезеңге, облыс кезеңге, республикалық кезеңге дейін бір мектептің оқушыларының командасы мүмкіндік бар, сондай баруға. Енді бізде жалпы 2022 жылы қыркүйек, желтоқсан айларында осы облыс кезеңдер іріктелді. Енді алдағы жоспарда тұрған сәуір, маусым айларында өтетін республикалық ұлттық мектеп лигасына командаларымыз дайындық жүргізуде. Оның айтуынша 2022 жылы 110 мыңнан аса шара ұйымдастырылса, ағымдағы жылға 150 мыңға жуық іс-шараларды өткізу жоспарға қойылған. Сонымен қатар мұғалімдер де ерекше білімді қажет ететін оқушылар да назардан тыс қалмайды. Ерекше білімді қажет ететін оқушылар арасында олар да спорттан тыс қалмайды. Қоғамға араластыру мақсатында, спортқа дамыту мақсатында ерекше білімді қажет ететін оқушыларды арасында облыстық іс-шараларымыз өтеді міндетті түрде. Олардың көптеген жарыстар бар, Special Olympics деген бар, олардың диагноздеріне қарай олар республикалық жарыстарға қатысады, ары қарай халықаралық әлемдік жарыстарға жолдама алған оқушыларымыз бар. Жалпы енді ерекше білімді қажет ететін оқушылар бізде енді облыс көлемінде ондай көп емес. Соның ішінде спортқа қабілетті деген оқушыларды іріктеп, бір 200-ге оқушы қамтимыз жылында. Жаз мезгілінде жыл сайын оқушылардың демалыс уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында спорттың 10 түрінен облыстық біріншілік жиі өткізілуде. Сондай-ақ 1-ші және 10-ші сынып оқушылар арасында спорттық интеллектуалдық эстафетасының облыстық және республикалық кезеңі желтоқсан айына жоспарланып отыр. Нұржол Жақсылық, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі. Баяғы жартас сол жартас. Қар ерісе немесе жауын шашын болса, көшеде жолдар шұңқырға айналады. Ал мұндай жерлер көлік тізгіндегендер үшін нағыз сынақ алаңына айналған. Тіпті кейбірі мұндайға бойымыз үйренді деп шарасыз күйде отыр. Десе де шаһар көшелерін ретке келтіру, жол құрылысын жүзеге асыру үшін жыл сайын бюджеттен қомақты қаражат бөлінеді. Алайда сапа сын көтермейді. Жол азабын жүрген білер демекші, мұнайлы өлкедегі орталық көпір жолдарының өзі шұрық, тесік, ойдым аянышты күйде. Алдыңғы жылы шұңқырларды жамау жұмыстары жүргізілген, алайда сапасына тағылар сын көп. Бұйылда бұл орталық көпір жөндеу жұмыстарын қажет етіп тұр. Атыраулықтар үшін шұрық тесік жолдар үйреншікті жағдайға айналған, әсіресе қала сыртындағы Подхоз көпірінің жағдайы өте аянышты күйде. Сапасына сын тағылар жолдар мұнымен бітпейді. Берғалиев көшесіндегі жолдың жыры тым бөлек. Жаңбыр жауса болғаны бұл жермен жүру жүргізушілер үшін қиямет. Атыраудың жолы өте сапасыз, және де ақшаның қайда кетіп қалғанын білмейміз. Бұл туралы әкімдіктер есеп бермейді. Қанша кетіп жатқанын мына жерде көріп отырсыз. Және де ана жердегі 3-ші қалалық поликлиниканың қасында тұр. Шұрық тесіктер толып тұр қалада. Ол жағын жөндейтін адамдар қайда барып жатқанын білмейміз, шыны керек. Қаланың жолына әсіресе, например, орталықтан бөлек шеткі Баймұханов жақтар мысалы өте нашар. Жыл сайын жасалынады, бірақ та каждый жыл сайын ремонт жөндеу керек болып тұрады жолдың барлығы. Тесік жолдар. Ол қарапайым халық өздері бітейді даже, например, тастарына келіп, ол бірақ ол қашанға дейін жолға сіңіп кетеді. Нақты жол ережесіне снипке байланысты, например, асфальт салынбағандықтан ол. Адам жүретін жолда жоқ кей жерде. Соны қарастырсын.
Енді жөндеп тұрады ғой, бірақ енді жөндегені көрінбейді сол судың кесірінен. Салатын, жасайтын компанияның шалалығы ма, білмеймін, айналып келген жемқорлық па білмеймін. Баяғыдан солай. Мынандай жіп-жіңішке неменен азырлықтың құлап кетеді. Ал балшық қана бәрі. Адам ең құрғанда дұрыс бір пешеқот салса болды ғой. Ал жол құрылысына жауап беретін мамандар биыл бірқатар көшелерде жөндеу жұмыстар жүреді дейді. Мәселен, Молдағұлова, Жұмағалиев, Құнанбаев, Сәтбаев, Садықов, Құлманов, Қошқарбаев сынды 13 көшенің жолын орташа жөндеу жұмыстары биылғы жылға жоспарланғанын айтады. Жалпы аумағы 20 мың шаршы метр болатын 50 көшенің шұңқырын жамауда биылғы жоспарда бар. Ол үшін бюджеттен 5,2 миллиард теңге бөлінген. Ал бірақ жауапты маманның айтуынша бұл көшелердің бәрін жөндеуге 49 миллиард теңге қаражат қажет. Қаланың көшелерінде пайда болған көптеген ойыстарды қалыпқа келтіру арқылы көлік оқиғасын алдын алу мақсатында көлік жолдарына ағымдық жөндеу жұмыстары жалғасатын болады. Жыл соңына дейін оған қосымша тағы да қаражат бөледі деген ойдамыз. Дегенмен республикалық бюджет тарапынан бізге қолдау көрсетіліп отыр. Әрине, жолдың жаңартылғаны құптарлық дүние, бірақ атқарылған іс талапқа сай ма? Тақтайдай жолды табыстағаннан кейін көп уақыт өтпей сапасы сыр беретін жолға кім жауап береді? Қадағалайтын арнайы мекеме мамандары бұл мәселеге қатысты не айтады? Осы ретте жол сапасына жауап беретін мамандармен біз де тілдестік. Олар биылғы жол тексеру жұмыстары енді басталып жатыр дейді. Ал былтыр жауаптылар облыс бойынша 74 нысанда жол құрылыс жұмыстарының 922 рет сапасын тексеріп, нәтижесінде 389 кемшілік анықтаған. Енді қала іштеріндегі жолға келетін болсаңыз, енді бұл жерлерде бізде басты себеп жолды бүлдіретін сулар ғой. Жауын шашыннан кейін, қардан кейін уақытылы тазаланбай қалады, және мұнағы су асфальт төсеме қабаттарын бұзып, шұңқыр жарықтар болады жолда, сол арқылы астына жолдың негізіне кетеді. Сондықтан жолдың негізі бұзылғасын асфальт-бетон төсемелерінен шұңқырлар пайда болады. Сонымен жол сапасына айтылар сын тағылар мінде көп. Өңір бойынша жөндеуге сұранып тұрған жолдардың саны жыл сайын артпаса кеміген емес. Жыл сайын жауыр болған мәселенің бір күнде шешілмесі анық. Десе де жолдың сапасын тексеріп кемшілік анықтағаннан кейін олқылық түзелуі шарт. Өйтпесе тек хаттама толтырып жаба басқаннан жол сапасы жөнге келмейді. Сөйтіп жыл сайын жамалатын шұрық тесік жолда жүргізушіге де, қазынаға да салмақ болғалы тұр. Айзада Ғабит, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі. Атыраудағы құрылыс компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Үлескерлердің миллиардтарын қалтасына басқандар кәсіпкер 4 бірдей баспана құрылысын аяқсыз қалдырған. 300-ден астам азамат қоныс тойын 2020 жылы тойлауы тиіс еді. Алайда нысан құрылысы орта жолда қалған. Ақшасыз әрі үйсіз қалдық деген азаматтар базыналарын біздің арна арқылы жеткізген болатын. Енді алаяқтары тиісті жаза алады деген үмітте. Қазір зардап шеккен адам саны мен шығын көлемі белгісіз. Айта кетейік, былтыр өңірдегі 2, биыл 4 тұрғын үй кооперативінің үстінен қылмыстық іс қозғалып, сотқа жолданды. Қазір қылмыстық кодекстің 190 бабымен көзделген алаяқтық фактісі бойынша тергеу амалдарын жүргізуде. Осы аталған кооперативтердің салымшыларына, яғни үлескерлеріне қазіргі таңда үндеу жолдауда. Қандай да бір алданған азаматтар болса, міндетті түрде департаменттің тергеу басқармасына хабарласу қажет. Облыста 363 адам банкрот өтінішті егов кз порталы мен егов мобайл салық азамат қосымшаларында, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталығына өтініш беруге болады. Банкроттыққа арызды берер алдында банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер алдындағы берешек 5,5 миллион теңгеден аспауы және кешіктіру мерзімі 12 айдан кем болмау керек екендігін ескертеді. Мүлікке, оның ішінде ортақ меншіктегі мүлікке меншік құқығы болмауы қажет. Алайда банкрот деп танылғандарға ломбардтан микронесие алуды қоспағанда 5 жыл ішінде қарыз және несие алуға тыйым салынады. Ал қайтадан банкроттыққа 7 жылдан кейін ғана өтініш беруге болады. Банкрот деп танылғандардың қаржылық жағдайына 3 жыл бойы мониторинг жүргізіледі.
Өзінің туған жерінде әскери борышын өтеу үшін шекара қызметіне 55 сарбазды әскерге жөнелту жоспарланып отыр. Көктемгі әскерге шақыру науқаны басталғалы бері екі команда әскерге аттанып үлгерген. Өңірден әскерге жарамды 2500 ұланның ішінен 700-ге жоқ сарбаз іріктеліп, отан қорғауға алынады. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне, қорғаныс министрлігінің қарулы күштері қатарына, ұлттық ұланға және мемлекеттік күзет қызметіне аттанады. Айта кетейік, көктемгі әскерге шақыру науқаны наурыздың 1-нен маусымның 31-не дейін жалғасады. Еліміздің тыныштығы мен тұрақтылығында, бақытты да бейбіт өмірінде әйел аналардың әппақ жүрегі мен игі тілегі бар. Оларға ыстық ықылас, асқан ілтипат көрсету азаматтық парызымыз. Осы орайда Махамбет ауданында 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне арналған арулар, асыл жандар, ардақтылар атты салтанатты шара өтті. Салтанатты шараға қатысқан аудан әкімі Қайрат Нұрлыбаев жиналғандарды көктемнің ең шуақты шырайлы мейрамымен құттықтады. Үйде отырып, бала тәрбиесінде, үйдегі отбасының мүшелеріне жағдай жасап, соның бәрінде атқарып отқан осы әйелдер қауымы. Сол себепті де сіздердің қоғамда алатын орындарыңыз бөлек. Бүгінгі мереке күні баршаңызға, барша отбасына, барша осы әйелдер қауымына тағы да бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, отбасының тек бақ берекесін тілеймін. Мерекелік кеш барысында алтын құршақты көп балалы аналарға Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес алтын алқа және күміс алқа төсбелгісі табысталды. Сонымен қатар ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына, әйелдер істері отбасылық демографиялық саясатты іске асыруға атсалысып жүрген бір топ арулар облыс және аудан әкімдерінің алғыс хатымен марапатталды. Осы мерекеге орай аудандық әкімдер осы елеп марапаттап жатыр. Өте алғысымыз шексіз. Барлық әйелдер қауымын осы мерекеге орай құттықтаймын. Мерекеңіз құтты болсын, аналар. Әрқашанда осылай жарқырап, аман есен жүре беріңіздер. Жан жүректі ел еткен, сезімді мөлдір еткен көктемнің көз айым мерекесіне аудан өнерпаздары аналар құрметіне орай сазды бағдарлама ұсынды. Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Нұржол Жақсылық, Махамбет ауданынан. Бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен аналардың халықаралық мерекесінде Махамбет ауданының әкімі Қайрат Нұрлыбаев өңірдің әлеуметтік экономикалық жағынан дамуына үлес қосып, бейнеттің зейнетін көріп отырған абзал аналардың үйлеріне барып, мерекемен құттықтады. Аудан әкімі алдымен аудандық санитарлық эпидемиологиялық басқармасында 40 жыл қызмет еткен Бағыт Барқынбаеваның шаңырағына барды. Қазыналы қартты құттықтап, ыстық лебізін білдірген Қайрат Нұрлыбаев мерекелік сый-сияпат табыстады. Көктемнің алғашқы мерекесі әйелдер күнімен құттықтап жүрміз. Ал деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Ұрпақтарыңыздың қызығын көріп аман сау отыра беріңіздер. Мұнан кейін аудан әкімі аудан дамуына үлес қосқан салы ардагерлерін құттықтап, ізгі тілегін арнады. Қуанышқа бөленген ақ жаулықты аналарды мерекемен құттықтап келген аудан әкіміне аналық алғысын білдіріп, ел үшін атқарып жатқан қызметіне сәттілік тіледі. Сыйлықтарыңды әкеліп беріп жатсыңдар. Рахмет айтамын енді қарағым. Ел тыныш болсын. Тек тыныштық заманда өмір сүріңдер қарағым. Жастар аман болсын енді. Еңбек ардагерлері жер кезегі жайылым мәселесіне қатысты өтініштерін жеткізді. Зейнеткерлердің талап тілегін тыңдаған аудан басшысы мәселелерді жоспарға енгізіп, жұмыстанатындығында айтты. Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан. Жалған хабарлама берген жасөспірімдердің ата-аналарына айыппұл салынды. Қалалық полиция бөлімінің кезекшісіне Тасқалы 3 ауылы 3 және 1 көше тұсында бір топ жасөспірімдер арасында топтасқан төбелес болып жатқаны туралы хабарлама түскен. Аталған аумақты тексеру барысында топтасқан төбелес анықталмады. Хабарламаны анықтау барысында берілген мәліметтің негізсіз екендігі белгілі болып, полицияға жалған ақпарат берген. Ол 2007 жылы туған жасөспірім екендігі анықталды. Осы оқиға бойынша олармен профилактикалық жұмыс жүргізіліп, заңды өкілдеріне, яғни ата-аналарына әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды.
Жаһан жаңалықтары. Түркияның Қахраман-Мараш провинциясында зілзаладан қираған ғимараттарға, яғни адам өліміне әкелген сапасыз құрылысқа 1068 адамның қатысы бар екенін анықтады. 320 күдікті елден шықпау туралы қолхатпен босатылды. Сондай-ақ 228 күдіктіні ұстау туралы бұйрық берілсе, 106 күдіктіні қамауға алуға ордер берілді. Күдіктілердің 43-і өмірден өткені, 14 адам шетелде екені анықталды. Жойқын зілзала салдарынан қаза тапқандар саны 46.104 адамға жетті. Үйінділердің астан іздеу жұмыстарына 88 елдің 11.000 құтқарушысы қатысты. Оның қатарында қазақстандықтар да бар. Түркияға зілзаладан келген шығын $100 миллиард асуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, өңірде әлі жарты жыл бойы афтершоктар қайталанады. Түркиядағы жойқын зілзаланы болжаған нидерландтық зерттеуші Франдық Хугерпиц наурызда жаңа апаттардың болуы мүмкін екенін ескертті. 2011 жылы Фукусима атом электр станциясындағы апаттан кейін өңірде радиация деңгейі жоғары болған. Араға 12 жыл салып, маңайдағы жер телімдеріне қайтадан күріш егіле бастады. Бірақ мамандар оны жеуге болмайтын айтады, сондықтан одан пластик жасалады. Апаттан кейін таяудағы елді мекен тұрғындарының көбі өзге өңірлерге көшіп кеткен. Мына бастаманың нәтижесінде аймақта жаңа жұмыс орындары пайда болып, қайтадан тіршілік жандануға тиіс. Оның үстіне күріш өсіру төңіректің экологиялық ахуалының жақсаруына да септігін тигізу керек. Ақмола облысында биатлоннан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты жалғасуда. Айта кету керек, Қазақстан бұндай деңгейдегі жарысты өз тарихында алғаш қабылдап отыр, және оған 40 елден 800-ден аса спортшы жиналды. Олар міне бүгін 6-шы күн қатарынан әртүрлі қашықтықта медальдар жиынтығын сарапқа салып жатыр. Әзірге ұлттық құрама қоржыны бос. Ең жоғары көрсеткішке Данил Червенко қол жеткізді. Ол 15 шақырымдық жекелейсінде 11-ші сатыға тұрақтады. Жеңіс тұғырына Норвегия, Словения, Франция, Германия және Украина сияқты елдердің спортшылары көтерілуде. Қазақстан командасының басы қасындағы мамандар енді соңғы сайыстарға үлкен үміт артады. Тағы бір титулынан айырылды. Қазақстандық Геннадий Головкин кубалық Эрисланди Ларамен кездесуден бас тартып, WBA тұжырымы бойынша чемпиондық белдігін қайтарды. Бүкіл әлемдік бокс қауымдастығы қос мықтыны жекпе-жек өткізуге міндеттеп, келіссөздерге 15 күн берген болатын. Нәтижесінде Головкин промоутерлік саудаға қатыспады. Сәйкесінше чемпиондық белдік енді жекпе-жексіз Лараға беріледі. Ал Головкин болса, бір айдың ішінде екі бірдей титулынан айырылып отыр. Осының алдында тағы бір кубалық Эскио Фалькаомен де кездесуге келіспей, IBF тұжырымы бойынша чемпиондық белдігін босатқан болатын. Енді жерлесіміздің қолында бір ғана атақ қалды, яғни ол қазір IBO тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Аман сау болыңыздар.